Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен осындай өте керемет, сіз повар болмасаңыз да бірақ сіздің қолыңыздан келетін ең әдемі палауды дайындаймыз. Ал кеттік. Ең алдымен осылай керекті заттарды дайындап алыңыз, және осындай сізге приправа қажет болады. Және сіз қандай күрішті алуды білмесеңіз, осы лидер күрішіні қолданғаныңыз дұрыс. Бірақ мен бүгін әрдайым сол күрішпен дайындап жүретін едім, бірақ бүгін мен басқаша лазер күрішті қолданып көрейін дедім. Бірақ мен сіздерге сол күрішті, барлық жерде сататын сол күрішті кеңес беремін. Ал кеттік. Ең алдымен осы ыдысқа майды құйып аласыз. Барлық ингредиенттің мөлшерін 1 килоға жазамын. Мен төменгі описанияға қалдырып кетемін. Сосын осылай етті салып қуыруыңыз қажет болады. Және палаудың негізгі құпиясы және қағидасы ол бірінші неге қазанға пияз емес, осындай етті салып қуыруыңыз қажет болады. Кейбір рецепттерде пиязды көрсетеді, бірақ ол өзбек халқының палауында бірінші болып осы етті салып қуырады. Етті осылай золотисті болғаннан кейін пиязды саласыз. Пиязды сары палау жасағыңыз келсе, осындай мен сияқты золотисты күйеуге жақын кезге дейін қуырасыз. Ал ақ палау жасайын десеңіз, пиязды күйдірмей-ақ дайындайсыз. Сосын пияз осылай дайын болғаннан кейін сәбізді саласыз. Сәбізді де мен 2 түрін қолдандым. Сізде бір түрі болса, бір түрін қолдана беріңіз. Ештеңе етпейді. Просто менде 2 түрі болды. Осылайша қуырғаннан кейін ол вялый, мягкий, жұмсақ болғанда, оған 1 кило палауға 1 литр су құясыз. Және ол аралықта 1 ас қасық тұз саласыз. Және именно осы специяны қолданған дұрыс. Оның ішінде барлығы бар. Мейіз, кумин, зіра, барлығы бар. Осылайша су құясыз. Менде тұз қоспағаны, мен етім тұздалған болғандықтан тұз қоспадым, бірақ сіздер 1 ас қасық тұз қосасыздар. Осылайша су құйып, бетін жауып қойыңыздар. Және қатты қайнағаннан кейін оның астын төмендетіп, жай қайнап тұру қажет болады, ет піскенге дейін. Сосын мен осындай ноқатты да қолдандым, алдын ала дайындалған. Егер сіздерге қосқыларыңыз келсе, қосыңыздар. Сосын мен жұмыртқаны да соның ішінде пісіріп аламын. Сыртыны жуып. Осылай ол 1 сағаттай қайнағаннан кейін ешқандай су құймайсыз. Алдын ала дайындалған күрішті, ыстық суда жібітілген күрішті осылай газдың ең жоғары деңгейіне көтеріп қойып, күрішті саласыздар. Және осылай ол піседі. Піскеннен кейін бетін жауып қоясыздар. Және суы тартылғаннан кейін осылай шеттерінен көресіз, тартылған тартылмағандығын. Егер тартылмаған болса, бетін жауып қайттан тартылғанға дейін күтесіз. Бірақ менің күріш осы жерде суы тартылған. Шеттерін осылай бір ортаға пирамида сияқты, төмпек сияқты жинап шығасыз күрішті. Және қасықтың көмегімен осылай дыркалар жасайсыз. Осылай араларын ашып шығуыңыз қажет болады. Және бір айтарлықтай жайт, егерде сіздің суыңыз азайып кеткен болса, күріш батпайтындай болса, менің видеоға көрсеткенге дейін болу керек. Сізде ондай болмаса, оған үстіне су құюыңызға болады. Және осылай бетіні пакетпен жауыңыз, сол кезде күрішіңіз бірдей болып піседі, барлық жері. Осылай бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоясыз. Жарты сағат өткеннен кейін осылай бетін ашасыз, және оны араластырасыз, видеода көрсеткендей етіп. Міне менің күрішім, палауым өте әдемі, шашылып тұр. Сіздердің де мен істегендей етіп істесеңіздер, өте керемет болып шығады. Егер сіздерге ұнаған болса, лайк басып, комментарий жазып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі көріскенше ас болсын.